бұл кітап ауадай қажет деп ойлаймын, есептеймін. Өйткені біздің қазақ халқына осы рухани дүниелер жетпей жатыр. Өйткені біз руханияттан ажырап қалған халықпыз. Біз өз болмысымызды әлі тани алмай жатырмыз. Өйткені біздер анаған мынаған ұрынып, әркім өздерінше бопсалап кетті. Ал бұрын біздерде ишандар болған, өзіңіз білесіз, 30 жылдары бәрін жоқ қылды. Өйткені ишандар сол халықты тәрбиелейтін ұстаздар, рухани жағынан. Пірбекет аталардың заманында болсын, Мәшһүр Жүсіп аталарда айтып жатамыз, бұл кісілер әулие адамдар деп, әулиелер. Келіп, мысалға, бір баласы ауырып қалса, бір нәрсе жағдай болып қалса, сол әулиелерге келіп, немесе түнейді, немесе тірі болса, медет беріңіз деп сол кісіден сұрайды. Ол кісілердің бір ғана дұғасыменен, өйткені олар басқарып отыр, руханиятты басқара алатын адамдар. Мына қазіргі материалдық өмірде басқарып отыр ғой дүниенің президенттер, сол сияқты руханияттың патшалары басқарады. Ол қазіргі уақытта да бар, олар өлмейді, олар бір-бірінен беріп отырады. Яғни ата-бабаларына мысалға қалады ғой, бір емшілік қасиеттер болсын, бабасынан сынықшылық дейік, мысалға бабасынан баласына қалды дейді ғой. Сол сияқты ишандық мектептері сол кезде құртты, өйткені руханиятынан айырылған халықты бұзу оңай болды. Сондықтан қазіргі уақытта руханиятын түсінгісі келетін, өзінің болмысын білгісі келетін адамдарға өте қызықты деп есептейміз.